Еркін тұрған. Мен Абдиманат Рахат, Шымкент қаласы номер 41 мектеп лицейінің 6-шы Б сынып оқушысымын. Және де бүгін сіздерге өзімнің сүйікті ақыным Ақберен Елгезектің «Мама» өлеңін оқып беремін. Ақберен Елгезек, мама. Мен сені тәңірден сұрадым, мама. Осы арудың құрсағына батамын деп, мен сен үшін талай жыладым, мама. Мен үшін алаңдама. Мен сені жұбата алмаймын, мама. Арайлы бір таңың атады деп, мен бұл өмірді ұната алмаймын, мама. Қабырғама бармын, батады кел. Мен бұл өмірді сонда да сүйіппін, мама. Сыздайды текіште жарым ғана, мен бармыңнан биікпін, мама. Мен үшін алаңдама. Бұл өмірде қаяқын жарған, мама. Жүрген соң тағдырдың өтінде көп, бар болмысың өзіңнен дарған, мама. Сен ғашық туғаның өкінбетек, сен мені қазаққа сыйладың, мама. Ғажаптардан қағылсаң да, бұл менің сорым әрі бағым, мама. Жанарындағы өксік өлеңім. Ішім менің гүлдерге толғой, мама. Нұрға да толы жүрегім ақ, біздің өмір ақыр жолы, мама. Әйтеуір тілегім ақ, әкем тәңір өзің омайсың, мама. Ал мен Құдайдың баласымын, сен бәрібірде маған ұнайсың, мама. Көзімде қарашы. Сені болмаған балалық шақ деген кітабын оқу. Кітабым сол. Сол туралы айтпадың? Болар болсын. Түсінбедім. Қош қарасаң болды.